бойынша кең тараған медиация дауларды сотқа дейін реттеуді көздейтіні белгілі. Алайда мектеп медиация ұғымы нені меңзейді? Халықаралық медиатор Татьяна Дронзаның айтуынша, мектепте ата-ана мен мұғалім, мұғалім мен оқушы, басқа да мамандар арасында дау-дамайлар туындауы мүмкін. Ал кейде олар тым шектен шығып. Ең алғаш мектеп медиациясы 80-ші жылдары ақш-та пайда болған. Менің ойымша, білім саласындағы кез келген маман мектеп медиациясы ұғымымен таныс болу керек. Мамандардың айтуынша, әр мектепте 5-6 медиатор болғаны артық етпейді. Медиация мақсаты балаға тәрбие беру, білім беру саласындағы қауіпсіз ортаны қалыптастыру. Бұл әдістеме балалардың үлкен өмірге аяқ басуына, үлкен әлеуметтік ортаға тез бейімделуіне көмектеседі. Біздің мектептің медиаторы, педагог зерттеуші Райымханова Гүлсайра Рахымбекқызы. Біздің мектеп медиация жүргізу қағидаттарына сүйене отырып жұмыс жасауда. Атап айтсақ, еріктілік, құпиялылық, тараптардың тең құқылығы, медиатордың бейтараптығы және рәсімдердің ашықтығы. Ендеше біздің жұмыстарымыздың бейнефрагментіне назар аударыңыздар.